Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын бауыр тортының жасалу жолын ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен Ақшолпан. Керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен бауырды ет тартқыштан өткіземіз, немесе блендермен езіп аламыз. Келесі жасайтынымыз тұз бен жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң сүтті құйып, тағы да араластырамыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Келесі кезекте електен өткізіп, ұнды салып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Енді сұйық майды құйып араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Қызып тұрған табаға май құйып, дайындап аламыз. Менде жабыспайтын таба болғандықтан сұйық майды тек бастапқы кезде ғана жағамын, ары қарай жақпаймын. Табамыз жақсылап қызғаннан кейін қамырды құямыз. Бірнеше минуттан кейін түсі өзгеріп, тесіктер пайда болады. Ол асты пісті деген сөз. Келесі бетіне аударамыз. Екінші жағы бірінші жағына қарағанда тез піседі. Әркез қамырды салғанда араластырып отырып саламыз. Бауырды ет татқыштан өткізгенде немесе блендермен езгенде ешқандай түйіршік қалмағаны жақсы. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Келесі жасайтынымыз салмасын дайындаймыз. Қызған табаға жуа мен сәбізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш саламыз. Жуаны ұсақтап турап, сәбізді үккіштен өткізіп аламыз. Салмамыз дайын болғаннан кейін суытып барып қолданамыз. Бауыр тортының шеттері әдемі болу үшін мен арнайы кольцомен кесіп аламын, бірақ бұл міндетті емес. Келесі кезекте сарымсақты үккіштен өткізіп, майонезбен араластырып аламыз. Енді бауыр тортын жинаймыз. Ыдысқа құймақты қойып, үстіне майонезді жағамыз. Оның үстіне салманы салып, жайып шығамыз. Қайтадан үстіне құймақты қойып, майонезді жағамыз. Сонан соң салмасын салып, жайып шығамыз. Осылай барлығын қайталап шығамыз. Мінекей барлығын дайындап алдым. Енді әдемілік үшін жұмыртқаның ағы мен сарысын үккіштен өткізіп, видеодағыдай жасап шығамын. Торттың бетін сәндеу, ол өз қалауыңызша. Мінекей дастарханыңыздың сәнін ашатын бауыр торты дайын. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Осы видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.